Биылғы сайлау қызық болатын сияқты ма? Неше түрлі адамдар қатысып жатыр сайлауға. Бұрындары енді жаңағы Нұр Отан, Аманат, тағындай партиялар бар. Республика сияқты партиялар қатысатын еді. Енді қазір де қатысып жатыр ғой енді оларды сайлауға. Бірақ енді әншілердің, шоумендердің қатысуын, сайлауға қатысуға ұмтылуын халық мазаққа айналдырып жатыр. Әлеуметтік желіні ашып қарасаңыздар, неше түрлі видеоларды көріп жатқан шығарсыздар. Қазіргі кезде мына 7 саяси партия сайлауға қатысқалы жатқан көрінеді. Әділет партиясы, білесіздер, бұрынғы Аманат, Нұр Отан, қандай партиялар болғанын, Байтақ партиясы бар, Республика партиясы бар, Ақжол, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы бар. Осындай партиялар сайлауға қатысқалы жатыр. Бірақ неге әншілер, шоумендердің мұндай саясатқа араласуы, олардың сайлауға түсуге ұмтылуын халық мазаққа айналдырып жатыр? Өйткені саясаттан алыс адамдардың, яғни тікелей қатысы жоқ, бұрын соңды мысалы ондай саясатқа араласып, жаңағы елдің, халықтың сөзін сөйлеп жүрген адамдар емес, әнші, шоумендердің бұндай саясатқа араласуын халық қазіргі кезде неше түрлі пікірлерін жазып жатыр. Мен ойлаймын, бұның екі түрлі себебі болуы мүмкін менің ойымша. Бірінші себеп, бұрынғы жүйе өзгерген жоқ. Яғни бұрындарда енді Назарбаевтың дәуірі тұсында да ондай жаңағы спортшылардың саясатқа араласуын өздеріңіз де білдіңіздер, көрдіңіздер. Неше түрлі сайлауға түсті, депутат, әкім, министр деген сияқты неше түрлі лауазымды қызметтерге жайғасқанын да білесіздер. Шоу-бизнес өкілдерінің. Бұл бірінші. Екіншісі, менің ойымша, мүмкін билік Назарбаев дәуірінде мына сайлаудан көңілі қалған халықты осы сайлауды қызықтыру үшін сондай адамдарды сайлауға түсуге ықпал еткен болуы да әбден мүмкін. Өйткені халық қазір сайлау десе, ой, неше дейсің, біздің дауысымыз не шешер екен дейсің деген сияқты неше түрлі пікірлердің айтылатынын білеміз. Қоғамдық, ой, мен дауыс бергенде бірден өзгере ма, мен дауыс берсем бірден өзгеріп кете ма, Қазақстан дамып кете ма, билік өзгеріп кете ма, мен дауыс берсем деген сияқты пікірлерді, осындай пікірлерді жиі айтады халықтың арасында. Міне сондай нәрсені шамалы азайту үшін, қызықтыру үшін осындай адамдарды мүмкін сайлауға қатысуға ықпал етті ма дегенде болжам бар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, не үшін ондай адамдар сайлауға қатысқалы жатыр? Бұл нені білдіру мүмкін? Мен айтқан бірінші нұсқа дұрыс па? Ешқандай ештеңе өзгерген жоқ. Сол бұрынғы нәрсе, яғни халыққа тікелей қызмет етіп жүрмеген, яғни елдің, халықтың сөзін сөйлеп жүрмеген адамдардың сайлауға қатысуы сол баяғы Назарбаев тұсындағыдай жүйемен келе жатыр ма? Әлде қазіргі биліктің креативі ма бұл? Яғни сайлауға халықты ынталандыру үшін жасап жатқан әрекет ма? Қалай ойлайсыздар?